Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен жұмсақ тәтті тоқаштар пісіреміз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Тағы да басқа видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойды ұмытпаңыздар. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте жұмсақ. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай. Ең алдымен сүтімізді құямыз, сүтімізді жылытып аламыз. Енді қантымызды саламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Ашытқымызды саламыз. Дрожжымызды. Ерітілген сары май. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бір шымшым тұзымызды саламыз. Басында осылай қасықпен илеген маған ыңғайлы. Сосын қолымызбен илейміз. Жұмсақ қылып илейміз. Өте ұнды көп салып жіберуге де болмайды. Осылай жұмсақ болады. Жақсылап илеп, бетін жауып, жылы жерге 1 сағат, 1,5 сағатқа қалдырамыз. Мінекей наным жақсы көтерілген қамырым. Енді оны ыдысымыздан босатып аламыз. Осылай ұзынша етіп аламыз. 2-ге бөліп алам. Өзіме осылай істеген ыңғайлы. Енді дөңгелек етіп, осылай тоқаштарды бөліп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда қолдарыңызбен осылай дөңгелектеп шығамыз. Барлығын қатты баспай айналдыра отыра дөңгелетеміз. Осындай формамызға пергамент қағаз төселген дөңгелектеп алған тоқаштарымыздың бетін жауып 20 минутқа қалдырамыз. Кішкене тұруы керек, ісіп көтеріледі. Енді мен бетіне посыпкасын дайындаймын. Булочканың ұнымызды, қантын және майымызды салып, қолымызбен крошка жасаймыз. Бұл штризель деп аталады. Міне булочкаларым көтерілді. Енді бокалдың көмегімен осылай ортасын басып аламыз. Тереңірек ішіне салмасын салуға ыңғайлы болу үшін қаттырақ басамыз. Себебі ол піскенде көтеріліп кетеді. Қолымызбен де қаттырақ басып шығамыз, өйткені қазір салмасын саламыз.
Міне салмасы, менде алманың джемі. Осылай барлығына салып шығамыз. Бір чай қасықтан, көп салмаңыздар. Салмасына өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша саласыздар. Варенье де салуға болады. Өздеріңіз қандай қалайсыздар, соны салсаңыздар болады. Жұмыртқаның сарысына бір чай қасық сүтті салып араластырып, бетіне осылай жағып шығамыз. Барлық жеріне тегіс жағамыз. Жағылмаған жері қалмауы керек. Енді посыпкамызды себеміз бетіне. Айналдырып себеміз, ортасына себіп керек емес, айналасына себеміз. Енді қызып тұрған духовкамызға 180 градуста 20 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей булочкаларымыз пісіп шықты. Жұп-жұмсақ. Жұп-жұмсақ, өздеріңіз де байқаған шығарсыздар. Осылай пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Жұп-жұмсақ болып шығады. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Эльмира. Келесі видеоларда кездескенше.